Сәлем қыздар, бүгін сіздермен қуырдақ дайындайтын боламыз. Маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бізге қуырдақты дайындау үшін ең алдымен ет, өкпе, жүрек, бауыр және пияз бен картоп қажет. Мен пияз бен картопты турап алдым. Сіздер де солай бірінші турап алсаңыздар болады. Картопымды турап болған соң, етті менде қабырға қосылды. Өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Өкпені де турап алдым, үлкендеу етіп. Жүректі турап аламыз. Мен осылай 4 бұрышты қылып турап алдым. Бауырымызды да дәл солай 4 бұрышты қылып турап аламыз. Содан кейін қазанымызды қойып, кішкене майымызды құятын боламыз. Майымыз қызғаннан кейін ет, өкпе, жүректі қосып, жақсылап қуырып аламыз. Бетін жауып қоямыз. Арасында араластырып тұрамыз. Өзінің суына бұқтырып қоямыз. Суы тартылғаннан кейін пиязымызды саламыз. Пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Содан кейін кішкене су құйып, жай отта бұқтырып қоямыз. Бұқтырып болғаннан кейін мен бауыр мен картопты қосып, жақсылап араластырып қуырып алдым. Дәміне қарай кішкене тұз қосамыз. Тұз қосып араластырып аламыз. Содан кейін су құйып, жай отта бұқтырып қоямыз. Қуырдағымыз дайын, енді тарелкамызды қойып саламыз. Мен бетіне пиязбен сәндеп қойдым. Өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.